Сіз картаны банкоматқа салдыңыз, пин-кодты кіріттіңіз. Кейін сізге пұл шығарып берді. Жүдә әпуайы, дұрыс па? Бірақ негізінде бұның арқасында құрамалы процесслер кетпекте. Яғни, сіздің сұрауыңыз банк серверіне, ол жерден қайта тасдиқлауға һәм ақырында механикалық системаға жіберіледі. Банкоматлар бұл 24/7 қызметкерлерсіз істейтұғын банк. Ол балансты тексереді, қарар қабыл етеді һәм пұл береді. Бүгінгі видеомызда сіз банкоматтың пайда болу тарихы, ол қандай істеуі, сондай-ақ банкоматлар не үшін процент алу хақында біліп аласыз. Видеомыз басланбастан алдын каналымызға ағза болып, лайк басуды ұмытпаң. Бұл Айдын каналының жаңа саны. Мен Айгүл, сіз тайын болсаңыз басладық. Келің тәсілеп банкоматтың өзі қалай пайда болғанлығы хақында тоқталсақ. 1950 жылларда Европада экономика тікленіп атырған, технологиялар енді рауажланып атырған дәуір еді. Банклер еле санластырылмаған. Әр қандай финансылық жұмысты орынлау үшін адамлар банк филиалына баруға мәжбүр еді. Апуайы жұмысшы хаптесіне бір мәрте іс хақысын алу үшін банкке барады. Бірақ ол жерде ұзақ нәубетлер, әстен істейтұғын қызмет, қағазбазлық олардың уақытын алады һәм шыдамсызландырады. Әсіресе демалыс күндері ямаса жұмыс уақытында банк жабық болса, машқала және де қиынласады. Міне осындай машқалалар фонында айрым инженерлер һәм финансистлер төмендегі сұрау үстінде бас қатырады. Яғни адамлар не үшін банк ашық болған күнінде ғана пұларын алуға мәжбүр болу керек? Неге біз бұл жағдайды автоматластырмаймыз? Солай етіп, Германияда, Японияда һәм әсіресе Ұлыбританияда банк тарауындағы инженерлер пұл автоматлары идеясын алға сүре басылады. Бұл идея дәслеп ерсі көрінген, себебі ұрлықтың қалай алдын алуы мүмкін. Бұл адамның өзінің пұлы екенлігі қалай анықталады деген сұраулар жүдә көп еді. Бірақ әне осы гуманлар келешектегі пин-кодлар, карталар, қауіпсізлік алгоритмлерінің тикарына айланды. 1965 жылы британиялы ойлап табушы Джон Шепхард Баррон банктен пұл ала алмағанына ашулы түрде пікір білдіреді. Неге мен 24/7 істейтұғын банкомат арқылы пұл ала алмаймын? Ақыры автоматлар шоколад шығарады, бірақ неге ақша шығара алмайды? Солай етіп автоматластырылған пұл беру системасы, яғни бірінші банкомат идеясы пайда болды. Джон Шепхард Баррон идеясын тез қағазға түсірді һәм бұл идеяны Barclays банкіне ұсынды. Банк басшыларына идея мақұл келеді һәм оны сынап көруге қарар етеді. Дүниядағы бірінші банкомат 1967 жылдың 27 июн күні Лондон қаласындағы Barclays банкының алдында орнатылды. Ол уақытта пластик карталар жоқ еді, ал пайдаланушылар болса бір мәртелік токенлер, яғни қағазлы чеклер арқылы пұл алатұғын еді. Токенді банкоматқа кіргізсеңіз, сізге 10 фунт стерлинг шығарып беретұғын еді. Джон Шепхард Баррон сол уақытта банкоматтағы пин-кодты 6 санлы қылуды қалеген еді. Бірақ оның хаялы 4 саннан артығын ядлай алмайтұғынын айтқаннан кейін, ол банкоматқа 4 санлы пин-кодты орнатады. Ал бүгінгі күнде де дүния жүзіндегі ең кең тарқалған формат бұл пин-кодларда 4 санлы есапланады. 1970 жылларда банклер магнит сызықлы пластик карталарды енгізді. Бұл карта артындағы қара сызықта сіздің мағлұматларыңыз сақланатұғын еді. Енді әр бір пайдаланушы картасы арқылы анықланатұғын болды. Яғни әр бір карта пайдаланушының жеке кілті еді. Банкомат сіздің картаңызды оқиды, кейін сіз пин-кодты кірітесіз. Бұл мағлұмат тікелей банк серверіне жіберіледі. Банк сіздің балансыңызды тексереді. Әммесі дұрыс болса, банкомат сізге пұл береді. Енді банкоматлар пайдаланушыны карта арқылы анықлай алатұғын болды. Пластик карта пайда болуыменен банкоматлар ақыллы болып қалды. Енді олар әр бір қаридарды тани алатұғын, реал уақытта банкпенен байланысатұғын автоматларға айланды. Токенлер болса кем-кемнен
тарихта қалды. Банкомат бұл тек ғана технологиялық құрылма емес, ол жәмиеттегі реал мүтәжлік, адамлардың сабырлылығы һәм қолайлыққа болған талаптың нәтижесінде пайда болған революциялық шешім еді. 1980-2000 жылдарда банкоматлар дүния бойлап кең тарқалды. Енді олар тек қана үлкен қалаларда емес, ал кіші ел атлы пунктлерде де орнатыла бастады. Бұнан тысқары әр қилы тілдерде істейтұғын банкоматлар да пайда болды. Саяхатшылар да басқа мемлекетке барғанда қалегенше пул шығарып алу имканияты жаратылды. Бұл дәуірде банкоматлар тек қана пул берумен шекленіп қалмады. Яғни онда есап бетін тексеру, картадан картаға пул өткеру һәм сондай-ақ коммунал төлемдерді әмелге асыру сияқты функциялар қосылды. Яғни енді банкке бару шарт емес, олардың барлығын банкомат арқылы әмелге асыру мүмкін еді. Бұл дәуірде Visa, MasterCard, Cirrus, Plus сияқты халықаралық төлем тармақлары пайда болды. Енді сіз бір мемлекетте ашылған картаны басқа мемлекеттегі банкоматта пайдалануыңыз мүмкін еді. Бұл бүткіл дүния бойлап банкоматлардан пайдалануды хақиқи глобал системаға айландырды. 2000 жылдардан кейін ақыллы банкоматлар дәуірі басланды. Банкоматлар енді сенсорлы экранлар менен үскенеленді. Менюлер апуайы түсінікілі болып, әрбір пайдаланушы үшін қолайлы бола бастады. Әр қилы тілдерде іслеуі, көруде қиыншылығы барлар үшін үлкен цифрлы режимлер сияқты имканиятлар қосылды. EMV, яғни контактлы қауіпсіз чиплі карталар кең тарқалды. Енді магнитлі сызық орнына чип оқылады. Бұл алдаушылықтың алдын алады. Банкоматларға камера һәм пин-падлар үстіндегі қатламалар орнатылды. Айрым банкілер биометриялық тексерулер, яғни бармақ ізі, жүз тануды енгізуді баслады. Банкоматлар енді тұрақлы түрде банктың орайлық серверлеріне жалғанады. Әрбір транзакция реал уақытта тасдиқланады, ямаса бекар етіледі. Бұл болса тезлікті арттырып, уақыты менен жаңаланатығын менюлер арқалы жаңа қызметлерді қосу имканиятын береді. Қазіргі күнге келіп банкоматтан пайдалану ұсулары кеңейді. Енді картаны кіргізбестен NFC, яғни жақын байланыс арқалы төлеу мүмкін. Айрым банкоматлар QR кодлы телефон менен сканерлеп, шақсты тасдиқлайды һәм пул береді. Сондай-ақ мобил қосымшалар арқалы аралықтан тұрып банкоматтан пул бұйыртпа ету де мүмкін болды. Банкомат қызмет көрсету орайына айланды. Қазіргі банкоматлар нақ пул беру, ямаса жайластыру, есап бетінен есап бетіне пул өткеру, телефон, интернет, коммуналдық төлемлер һәм кредит сұрауларын кіріту сияқты қызметлерді әмелге асыра алады. Хәтте айрымлары, hüжетлер, мағлұматнамалар, квитанцияларда шығарады. Енді банкке бару тек мәслихат алу, ямаса қиын машқаланы шешу үшін керек еді. Ал апуайы жұмыстарды болса, банкомат арқылы әмелге асыру мүмкін. Енді болса ең ахметлі сұрау. Банкомат механигі қалай істейді? Сіз картаны банкоматқа кіргізесіз, ямаса оны банкоматқа жақын ұслайсыз. Банкомат сіздің картаңыздағы чип, ямаса магнит сызығын оқиды. Картадағы номер, банктың аты, амел ету мүддеті сияқты мағлұматлар анықланады. Сіз 4 санлы пин-кодты кіргізесіз. Банкомат бұл пин-кодты банк серверіне жібереді. Егер код дұрыс болса, сіз системаға кіресіз. Қауіпсіздік үшін бұл басқышта көбінесе камера, ямаса пин-пад қатламасы да бар. Сіз менюден қандай да бір амелді таңлайсыз. Мәселен, пул алу. Сол уақытта банкомат сіздің сұрауыңызды интернет арқылы банкке жібереді. Банк болса сіздің есап бетіңізді тексереді. Яғни карта актив пе, күнлік лимит аспаған ба, ямаса баланс жетерлі ме. Банк тасдиқласа, бұйрық банкоматқа қайтады. Егер хамесі орнында болса, окей деп жауап береді. Бұл жауапта қанша пул, қандай купюралар, сондай-ақ қандай квитанция бар екенлігі жазылады. Банкомат ішінде механикалық система іске түседі. Бұл сақланатығын бөлімнен белгіленген мұғдар ажыратылады. Әрбір купюра оптикалық сенсор арқалы тексеріледі. Купюралар арнаулы роликлер арқалы шығу тесігіне жеткеріледі. Сіз сұраған мұғдар банкоматтан шығады. Сұрағаныңызда квитанция да шығарылады. Соңынан картаңыз автоматикалық түрде қайтарылады. Ямаса NFC болса еш нәрсе шығарылмайды.
Пул шығарылғаннан кейін банкомат бұл әмелді транзакция сипатында рәсімелестіреді. Яғни бұл операция банк серверінде қашан, қайсы картадан, қанша мағдардағы пул алынды, әммесі жазылады. Егерде пайдаланушы квитанцияны алмаса да, ол банк тарихында сақланып қалады. Ал егерде ол банк картасын алуды ұмытып кетсе, банкомат оны автоматикалық түрде тартып алады. Бұл карта банкке қайтарылады, һәм тек ғана иесі оны банк бөлімінен алуы мүмкін. Айрым банкоматларда экран блоклау функциясы бар. Жақынласу тамамланбаса, ол уақытынша белсене жағдайда қалады. Пул алғаныңыздан кейін сізге жаңа әмелдерді орынлау ұсыныс етіледі. Мәселен, балансты тексеру, есап бетінен есап бетіне пул өткеру, ямаса мобиль төлем істеу, екі және бір транзакцияны баслау. Егер еш нәрсе таңланбаса, банкомат бірнеше секундтан кейін автоматикалық түрде тикарғы менюге қайтады, ямаса сессияны жұмақлайды. Заманауи банкоматлар өз жағдайын да бақылап тұрады. Пул таусылып атырғанын, қағаз чеклер қалмағанын, техникалық қателіктер болатығынын анықтайды. Бұл мағлұматлар орайлық серверге жіберіледі, һәм банк қызметкерлері банкоматқа қызмет көрсетуге таяр болады. Ал енді банкомат неге процент алуына тоқталсақ. Банкоматлар әр күні электр, интернет һәм сигнализация системасы менен істейді. Олар тұрақлы түрде тазаланады, пул менен толтырылады, сынақтан өткеріледі. Сондай-ақ әр бір банкоматтың істеуі, техникалық тәминленуі һәм қауіпсіздік системалары қаражет талап етеді. Егерде сіз картаңызды басқа мемлекетте пайдалансаңыз, банклер арасындағы валюта алмасуы, қауіпсіздік, техникалық өткерулер үшін қосымша қаражет болады. Сол себеплі банклер халықаралық транзакциялар үшін да процент алады. Айрым жағдайларда болса, сіз валютада ямаса жүдә үлкен мағдарда пул алып атырған болсаңыз, қосымша қызмет хақы алынады. Интернеттегі мағлұматларға қарағанда, банкоматлар $2000 басланып, $10,000 шекем бақаланады. Бұл технологияның біздің тұрмысымызда тұтқан орны соншелі үлкен екен, оны толық түсіну үшін бір сұрауға жауап беру керек. Банкоматлар бізге неге керек? Банклер жұмыс уақытыменен шекленген, ал банкоматлар болса 7 күн 24 сағат давамында істейді. Яғни бұл дегені қалеген уақытта, түнде, демалыс күндері, хәтте байрам күндерінде де оннан қалегенше пайдалану мүмкін. Олым алғанда банкоматлар автомат банк қызметкер есапланады. Ауыл яки кіші қалаларда банк филиаллары болмауы мүмкін. Бірақ банкомат болса, адамлар бәрібір финанслық қызметлерден пайдаланады. Бұл финанслық инклюзивлік дегені. Банкомат сізге нақ пулды тез һәм еркін түрде алу имканиятын береді. Банкоматлар бұл адамлар һәм банк арасындағы ең тез, қолайлы һәм еркін көпір болып есапланады. Олар финанслық қызметлерді әр бір инсан үшін жақын, тез һәм сенімлі етеді. Бұнан сыртқары банкоматлар финанслық қызметлерді апуайы, тез һәм еркін түрде алу имканиятын жаратады. Олар технологияның рауажлануы менен пайда болды. Адамлардың қолайлы һәм тез қызметке болған талабы банкоматлардың жаратылуына себеп болған. Орайлық банк берген мағлұматларға қарағанда 2025 жыл 1 апрель күнгі жағдайға көре Қарақалпақстан Республикасы бойынша 675 банкомат бар. Әр бір транзакция артында құрамалы система һәм анық механика істейді. Ал бүгінгі күнде болса, банкоматлар глобал тармақларға жалғанып, халықаралық финанс системасының ажыралмас бөлегіне айланды. Бүгінгі күнде олар тек ғана пул шығаратығын құрылма емес, ал мини банк дәрежесіне жеткен сенімлі жәрдемші есапланады. Құлласы сондай гәплер. Міне видеомызда өз жұмағына жетті. Егерде бүгінгі санымыз сізге ұнаған болса, лайк басып, каналымызға ағза болуды ұмытпаң. Айтпақшы, және қандай темаларды видео таярлауымызды қалайсыз? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Айдын каналының жаңа санында көріскенше.